Қайырлы кеш, YouTube оқырмандары, жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Біздің үйде бәрі жақсы болатын, кем дегенде мен солай ойлайтынмын. Аружан екеуміз университетте танысқанбыз. Ол әдебиет факультетінің студенті, сөзге шешен, күлкісі жылы, көзіне қарасаң жүрегің жылып кететін қыз. Мен экономика факультетін әрқашан жоспар құрып жүретін, болашақты есептеп жүретін баламын. Бірінші курста бірге жүре бастадық. 3 жылдан кейін үйлендік. Тағы 2 жылдан соң Әмина дүниеге келді. Сосын 1 жылдан кейін Әлихан. Отбасы. Классикалық қарапайым, бақытты отбасы. Таңертең балаларды балабақшаға апарып, кешке бірге кешкі ас ішіп, демалыс күндері қала сыртына шығып, пикник жасайтынбыз. Аружан әрқашан үйде болатын. Ол мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін. Бірақ бала туған соң декретке шығып, кейін толық үй шаруашылығына көшкен. Мен банкте жұмыс істейтінмін. Кейде іс-сапарларға шығатынмын. Алғашқы жылдары іс-сапар 1-2 күн ғана болатын. Кейіннен ұзағырақ бола бастады. Алматы, Астана, кейде Қырғызстанға. Бірақ әрқашан қоңырау шалатынмын. Әр кеш сайын видео қоңырау арқылы балалармен сөйлесетінмін. Аружанға сағындым деп айтатынмын. Ол әрқашан күліп, тезірек келші, біртүрлі болып жүрмін деп айтатын. Мен оған сенетінмін, өйткені ол менің әйелім еді. Балаларымыздың анасы еді. Біздің өміріміздің ұйытқысы еді. Бірінші белгіні байқамағаным рас. Іс-сапардан келген соң үйге кіргенде Аружан әдеттегіден сәл кешігіп есік ашатын болды. Бірде душ қабылдап жатқанмын деді, бірде балаларды жатқызып жатқанмын деді. Мен ойламадым, жай ғана шаршаған шығар деп ойладым. Бірақ кейіннен кішкене нәрселер жинала бастады. Оның телефоны әрқашан құлыптаулы болатын. Бұрын ондай емес еді. Ол маған «Қарашы, мына күлкілі видеоны» деп көрсетіп жүретін. Енді телефонды үстелге қалдырмай, тек киімінің ішкі қалтасына салып жүретін болды. Дауысы дыбыссыз режимде. Киімдері, бір күні киімдердің астыңғы бөлігінде қара түсті басқаша нәрсені таптым. Мен оған ондай кимейтін едің ғой деп айтқанмын. Ол маған сатып алғанмын деді. Сөйтіп сұрадым, бұл не? Ол күліп, интернеттен алдым, ұнады ма деді. Бірақ көзіне қарасам, біртүрлі ыңғайсыздық бар сияқты. Сосын парфюмі, ол әрқашан бір иісті қолданатын, жеңіл, гүлді. Бір күні кешке келсем, мойнынан басқа иіс шықты. Еркектерге арналған ауыр ағашты иіс. Мен басқа біреудің иісі ме деп қалжыңдадым. Ол, жоқ, әріптесімнің иісі қалып қойған шығар, мектепте жақын тұрып сөйлестік деді. Мен тағы да сендім, бірақ ішімде бір нәрсе қыбырлап жатты. Кішкене ғана, бірақ тоқтату мүмкін емес. Соңғы іс-сапар Астанаға, 10 күнге, бұл жолы ұзақ еді. Балаларды анасына тастап, Аружан үйде жалғыз қалды. Мен күнде қоңырау шалатынмын, бірақ ол кейде жауап бермейтін. Кешке жауап бергенде дауысы шаршаған, бірақ біртүрлі қанағаттанған сияқты. Соңғы күні түнде қоңырау шалдым. Сағат 11:30 шамасында. Ол көп күттірмей алды. Алло, дауысы қаттырақ, тынысы жылдам. Не істеп жатырсың дедім. Жатырмын, балалар ұйықтады. Сен қашан келесің деді. Ертең түсте үйде боламын. Жақсы, сағындым. Бірақ сөзінің соңында бір дыбыс естілді. Төсек сықырлағандай, немесе есік жабылғандай. Мен біреу бар ма үйде дедім. Ол күліп жіберді. Қойшы сен, не деп тұрсың? Теледидардағы қатты дауыстар ғой деді. Мен үндемедім, бірақ ішімдегі сол кішкене қыбырлау енді үлкен толқынға айналды. Ертеңіне түсе үйге жеттім. Есік ашық тұрған жоқ, бірақ кілт тесігіне кіргізгенде іште біртүрлі тыныштық болды. Ішке кірдім. Коридорда Аружанның пальтосы ілулі. Жаңа ғана киген сияқты, әлі жылы. Жатын бөлме есігі жабық, бірақ іштен бір дыбыс шығады. Терең, ауыр. Мен есікке жақындадым, қолым дірілдеп тұр. Есікті ақырын итердім. Аружан төрде тізерлеп тұр. Қара шілтерлі комбинация киген. Мен көрмеген киім. Шашы шашылып, арқасы доғаланып тұр. Оның артында бейтаныс еркек тұр.
Денесі терден жылтырап, қозғалысы қатты. Ол Аружанды ұстап алған. Ол көздерін жұмып тұр. Еркек оның шашынан ұстап, басын артқа тартып тұр. Мен есіктің жақтауына сүйеніп тұрдым. Аяғым қозғалмайды. Көз алдым бұлдырап тұр. Олар мені көрмеді. Еркек жылдамдады. Аружанның денесі дірілдеп тұрды. Ол алға құлады. Бір уақытта Аружан басын көтеріп мені көрді. Көздері шарасынан шығып кетті. Ерні қозғалып, бірақ дыбыс шықпады. Көз жасы бірден домалап түсті. Еркек әлі де артында. Ол мені байқамаған. Баяу шығып, Аружанның арқасынан күлді де маған қарады. Тағы бір рет пе деді. Аружан жауап бермеді. Тек маған қарап тұрды. Көзінде қорқыныш, ұят, өкініш және бір нәрсе тағы бар еді. Мен оны бірден түсінбедім, бірақ кейін түсіндім. Ол жеңілдеген. Ұзақ уақыт бойы жасырып жүрген нәрсе ашылып, енді жасырудың қажеті жоқ сияқты. Мен ештеңе айтпадым. Тек баяу артқа шегіндім. Есікті жаптым. Коридорда тұрып қабырғаға сүйеніп, ішімде ештеңе сынған жоқ. Өйткені ол біртіндеп сынған екен ғой. Әр іс-сапарда, әр кешкі қоңырауда, әр сағындым деген сөзде. Мен тек қазір байқап, қазір түсіндім. Үйдегі жылылықтың бәрі жалған екенін. Сыртқа шықсам қар жауып тұрды. Жүре бердім. Қайда баратынымды білмеймін, бірақ үйге қайта алмайтынымды білдім. Қардың ішінде жүре бердім. Аяғым мұздап, бірақ тоқтағым келмеді. Қала шетіне жеткенде ескі теміржол вокзалының алдындағы орындыққа отырдым. Жарық өшіп тұр. Тек күзетші бөлмесінен сары шамның жарығы шығады. Қолымда қалтаға салып телефонды шығардым. Экранда 19 қоңырау, 14 хабарлама. Барлығы Аружаннан. Соңғысы сағат 2:47-де жіберілген. Қайдасың? Түсіндіруге мүмкіндік берші. Өтінемін, кел. Мен қателестім. Мен оқып тұрып одан жиіркеніп, жүрек соқпайды. Ашу да жоқ, қайғы да жоқ. Тек бос сезім. Қолым телефонды қатты ұстап тұр, бірақ жауап жазғым келмеді. Таң атты. Сағат 6-ға жақындағанда вокзал алдында бірнеше адам пайда болды. Жұмысқа бара жатқан кісілер. Мен орындықта отырып, шай ішкен адамдардың бетіне қарадым. Олардың өмірі қалыпты сияқты. Менде сол қалыптылық жоқ. Телефон қайта дірілдеді. Бұл жолы Әмина, қызымның суреті шықты. Мектеп формасында күліп тұрған. Мен қабылдадым. Әке, дауысы ұйқылы ояу, бірақ қорқып тұр. Иә қызым, қайдасың? Анашым жылап жатыр. Сен келмейсің бе? Мен сурет салдым. Міне қарашы, өтінемін. Суретте бақытты отбасы суреттелген. Көзімнен еріксіз жас шықты. Мен үндемедім, тек тыңдадым. Оның кішкентай даусынан ішім біртүрлі ауырды. Әке, сен бізді тастап кетпейсің ғой, солай ма? Анашым неге жылай береді? Сол сәтте бірінші рет көзім жасқа толды. Мен терең дем алдым. Жоқ қызым, мен сендерді тастамаймын. Тезірек келемін. Уәде бересің бе? Уәде. Қоңырауды өшіріп телефонды қалтама салдым. Сағат 8-де такси ұстадым. Қала орталығына қарай жүріп бара жатқанда терезеден қарлы көшелерді қарадым. Үйге жақындаған сайын жүрегім қатты соға бастады. Бірақ бұл жолы ашу емес, қорқыныш емес. Тек бір нәрсе бар. Шешім қабылдау керек. Есік алдына жеткенде есік жабық тұр. Мен кілтті шығардым, бірақ ашпадым. Қоңырауды бастым. Іштен қадамдар естіліп есік ашылды. Аружан тұр. Көзі қызарып ісіп кеткен. Шашы шашылып, беті ақ. Қолында Әмина, артында Әлихан. Екеуі де маған қарап тұр. Аружан ештеңе айтпады. Тек көзіне қарап тұрды. Мен де үндемедім. Балалар алға жүгіріп аяғыма жармасты. Мен еңкейіп екеуін құшақтадым. Олардың жылуы, иісі, барлығы бұрынғыдай. Бірақ мен бұрынғыдай емеспін. Аружанға қарадым. Балаларды киіндір, сыртқа шығып сөйлесеміз дедім. Ол басын изеп, көз жасы қайта ақты, бірақ үндемеді. Біз төртеуміз сыртқа шықтық. Қар әлі жауып тұр, бірақ боран басылған. Балалар алдыңғы жақта ойнап жүрді. Біз артта қалып қатар жүріп келеміз. Мен бірінші сөйледім. Бәрін көрдім. Ештеңені жасырма, қанша уақыттан бері деді. Ол тоқтап, басын төмен салып, 3 ай. Сен іс-сапарда жүргенде басталды. Мен жалғыздықтан өліп бара жатқанмын. Менің денем барлығын қалады.
Сен әрқашан жоқ болдың. Мен өз-өзімді қанағаттандыра бастадым. Сосын ол пайда болды. Мен үндемедім. Ол кім? Мектептегі әріптес, физкультура мұғалімі. Бір күні сөйлесіп тұрдық. Сосын ол өз сөзін аяқтамады. Мен де сұрамадым. Мен оны тоқтатқым келді, бірақ тоқтата алмадым. Ол жылап, бетіне қолын жауып алды. Мен кінәлімін. Сен кетсең мен не істеймін? Балалар не істейді? Мен терең алып, мен кетпеймін балалар үшін. Бірақ біз бұрынғыдай болмаймыз. Енді сен маған ештеңе жасырмайсың. Мен де саған ештеңе жасырмаймын. Егер сен тағы осылай істесең, мен кетемін. Балалармен бірге. Ол басын көтерді. Көзінде үміт пайда болды. Бірақ қорқыныш та бар. Мен өзгеремін. Өтінемін, маған мүмкіндік бер. Тек балаларға қарадым. Олар қардан адам жасап жатыр. Күліп ойнап жатыр. Мен Ақжанның қолынан ұстадым. Суық, бірақ мен оны жібермедім. Бүгін үйге қайтамыз, бірақ ертеңнен бастап бәрі басқаша болады. Сен психологқа барасың, мен де барамыз. Бірге емделеміз, егер қаласақ. Ол басын изеді. Көз жасы тоқтамады. Үйге қайттық. Есікті ашқанда іштен жылылық шықты. Бірақ ол жылылық енді басқаша еді. Жаңа басталатын нәрсе сияқты. Мен балаларды жуындырдым. Аружан ас үйде тұрып шай қойды. Біз үнсіз отырдық. Бұл соңы емес, бұл жаңа бастама. Қанша уақытқа жетеді білмеймін. Бірақ қазір балалар күліп жатыр. Мен олардың күлкісін естіп отырмын. Және бұл маған жеткілікті сияқты.